Сәлем құрметті тыңдарман, арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. Міне, мәре-сәре болып жүріп кеште батып қалды. Үйде балашаға атаулысы толып жүр. Ақмаржан жаз мезгілінде атасы мен әжесінің үйінде демалысын өткізеді. Туылған шағынан ақ осы үйден тәлім тәрбие, үлгі-өнеге алды. Кейіннен 12 жасында әке-шешесінің үйіне көшіп барды. Содан бері атасы мен әжесінің үйіне сенбі сайын ғана баратын болды. Әр сенбі сайын бұл үйге қыз ұлдары немерелері жиналып бір бас қосатын күн болатын. Бір-бірімен әңгімелесіп, шер тарқатып, күліп ойнап, шуылдап, кешке үй-үйлеріне қайтатын. Ақмаржан жаздық демалыста болған соң ата-әжесінің қасында қонуға қалады. Бәрі жиналып кеткен соң, ол күні бойы жиналған ыдыс-аяқ, анау-мынау ұсақ түйектерді жинап, реттеп жүріп үйге бірақ кіретін. Ақмаржан өте арманшыл қыз. Махаббат өмір тақырыбында бірнеше тақпақ шығарып, өзінің жеке дәптеріне жазып жүретін. Бірақ бір қызығы, бұл өнері туралы жақындары мүлдем білмейтін. Себебі кішкентай кезінен ұялшақ болып өскен қыз, өлең тақпақ шығаратын ешкімге айтқысы келмейтін. Ұнамай қалама деп қорқатын. Оның мектепте бірге оқитын, сырын, мұңын айтатын жалғыз құрбысы болады. Есімі Қарлығаш. Ақмаржан оны туған сіңілісіндей көріп, әрдайым Қарлығаштан көмегін еш аяған емес. Ақылын айтып, сырын айтып, мұң шерін тарқатып сеніп жүрген, өзгеден артық көретін құрбысы Ақмаржанның көңілін қалдырады. Бұл оқиға тек екеуінің араларында қалады. Ақмаржан өте өкпелі болады. Сенген қойым сен болсаң, кесегенім не болады дегендей, сенген адамы арқасынан пышақ сұққандай болады. Осымен екеуінің бір-біріне деген ара қатынасы лезде суып кете берді. Ол кезде Ақмаржан бірінші курсты бітірген. Сол кезде оның сезім және үміт атты құрбылары болады. Ақмаржан осындай түсінігі мол, қарапайым, ашық мінезді сұлу жандарды кездестіргеніне қатты қуанады. Шілде айының 15-ші жұлдызы. Бұл күні өте қасиетті түн болады. Осы түні тілеген тілектер қабыл болып, бір жылдық нәсібін беретін. Ұйықтар алдында әжесі Ақмаржанға жақсы тілек, арманыңды айтып жат дейді. Қасиетті баракат түнінде айтқаның Алланың құлағына шалынып, бір жылға қабыл болады деген екен. Ақмаржан алдымен ең жақын адамдарына денсаулық тілесе, соңында Аллам, маған осы жылы жақсы, түсінігі мол, мені жақсы көретін жігіт кездестірші. Осы жақын арада танысқан жігітпен өмір бойы боламын деп арманын айтып, ақырындап ұйқыға кетеді. Содан арада бірнеше апта өткен соң бір жігітпен танысады. Көп ұзамай кездеседі. Сол кездескен күні Ақмаржанға арнаған сөзі болатын. Бірақ жігіт әңгімені басқаға бұрмалап айтуға батпады. Сонымен бұл жігіт Ақмаржанды үйіне шығарып салып, өз жайымен кете берді. Ақмаржан соңғы кезде көп ойланып жүретін болды. Оның ойында не бар екені туралы бәрі беймәлім еді. Ақмаржан тек өзінің ең сүйікті жеңгесі Гүлайымге ғана ішкі сырын айтатын. Сөйтіп бір күні Ақмаржан жеңгесіне бірнеше ай бұрын Арман есімді жігітпен танысып, сөйлесіп, біраз білісіп, көп ұзамай кездескендерін айтты. Бірақ бір қызығы Арман ойындағысын толық айтқан жоқ. Соның астарында не жатқаны туралы уайымдайтынын айтты. Және де осы жұмбақты не болса да шешетіні туралы тіл қатты да қайта ойға батты. Жеңгесі ештеңе де айта алмады. Себебі Ақмаржанның айтқандарына ойланып қалды. Ақмаржан мен Арман тек агент арқылы ғана сөйлесіп тұрды. Сонымен арада бірнеше айлар зулап өте шықты. Екеуі соңғы кездері көп ренжісетін болды. Және бұған кінәлі Арман еді. Оның мәңгілік құпиясы мен жұмбақтарын шешуден Ақмаржан да шаршаған секілді. Сондықтан онымен сөйлескенді қойды. Ұмытуға тырысты. Бәлкім, бұл мен тілеген жігіт емес те шығар деп, өз-өзіне іштей үн қатты да терең ойға кетті. Бірақ та Ақмаржанның бұл ойы көпке ұзаған жоқ. Себебі
Арман біраз айдан соң өзі хабарласып, қайтадан сөйлесе бастады. Бұған әрине Ақмаржан өте қуанды, өйткені оған бауыр басып қалған еді. Осымен өзінің тілегі ақырындап орындалып жатыр екен деп ойлады. Күндер, айлар өте берді. Ақмаржанның сабағы басталды. Ол енді екінші курсқа көшті. Ең бастысы қасында екі жан құрбысы бар. Не болса да бір-бірінің жандарынан табылып, тіреуіш, сүйеніш бола алатын. Ақмаржанға бұл өмірде бастысы махаббат емес, адал мәңгі достық еді. Өзінің бұрынғы құрбысының істегенін еске алып, осындай шешімге келді. Кіммен жүрсе де, не істесе де құрбыларымен еш айырылмастай болуды тіледі. Бұны өмір жолындағы ұстанымы деуге де болады. Ақмаржанды сыйлайтын, қатты сүйетін бір жігіт болатын. Ол жігітпен 2007 жылы танысқан, есімі Жеңіс. Бұл жігіт Ақмаржанға көрші тұратын және екеуі жақсы араласатын. Жеңіс әрдайым Ақмаржанға хабарласып, оның халын білісіп, түрлі жерлерге шақырып жүретін. Бірақ Ақмаржан ұсыныстарын қабыл алмайтын. Себебі оның жасы менен үлкен ғой, басқа құрдастарымен баруын қалап жүрді. Соған қарамастан Жеңіс Ақмаржанды ұмытпайтын. Көрші болғандықтан жиі көрісіп тұратын. Бір күні екеуі кездесті, біраз сөйлесті. Олардың араласып жүргендеріне 3 жыл болыпты. Осы уақыт арасында Жеңіс Ақмаржанға өлердей ғашық еді. Ақмаржан осыны біліп, менің жасым кіші ғой, сондықтан оны өзіме ғана қаратып, сүйкімділігім мен күлкіме байлап қойғым келмеді. Мен әлі оқимын, мамандығымды меңгерудемін. Мен күйеуге шығам дегенше, оның жасы да тым үлкен болар деп ойлады. Сондықтан күдерін үстін, менен мәңгілік бас тартсын деген оймен оны кездесуге шақырған еді. Қош бол, үміттенбе, ешқашанда ойлағаныңды іс жүзінде жасай алмайсың деп айттым. Ол көңілсіз күйде қалды. Тіпті көзіне жас алды да қойды. Мен үшін жанын беруге дайын, әрі мен үшін жылаған, шын ғашық болған және шын жүрегімен сүйген адамды бірінші рет кездестіріп тұрмын десем, қателеспейтін шығармын. Бәлкім, ол жас болғанда я деген жауап айтушы едім. Оған дәл қазір дайын емеспін. Отбасы үлкен жауапкершілік қой. Осымен бәрі де бітті. Ақмаржан соңғы сөздерін айтып жөніне кете берді. Келесі күні құрбысына болған жайттарды айтады. Өзінің де жылағысы келіп жүрді. Себебі осындай жүрегі таза адамды жылатқанына, қинағанына қатты өкінді. Бірақ өмір жалғасын табуда. Одан кейін көп уақыт өтті. Ақмаржан Арманмен сөйлесіп жүре берді. Ол, менің жүрегім мұз болып қалған. Енді оны ешкімде жібіте алмас деп жүргенде, махаббат атты сезім жүрегінің есігін қақпастан кіріп кетті. Ақмаржан аяқ асты Жеңісті көп ойлайтын болды. Арман жайымен қалды. Оған деген уайымы да, тілегі де бір сәтте ұмыт болды. Ақмаржан Жеңістен өзгені көрмейтін, оның атынан басқа ат айтпайтын болды. Күнін тек Жеңіс деп қана өткізеді. Соңғы кездері Жеңісті жиі көретін болған. Оның әсері шығар мүмкін деп ойлайды. Бірақ ойындағыдай болмады. Ол бұрынғы күндерін, айтылған сөздерін және де Жеңістің өзін сағына бастады. Қатты қиналды. Өйткені өзі көңіліне аса елемей жүрген көрші жігітке, яғни бұрын жоқ деп жауап қатқан жігітке ессіз өлердей ғашық болып қалды. Бұған өзі де таң қалып жүрді. Күндер зулап өте берді. Айлап, сағынышы да үлкейе берді. Ұзақ күткен сәт бірте-бірте таяп қалғандай. Ақмаржан қалай кешірім сұрарын білмеді. Оның көргенде неден бастарын ойлады. Жеңістің алдында кінәлі екенін мойындағысы келді. Міне, бұл сәтте келіп жетті. Кешке жақын Ақмаржан далаға серуендеуге шықты. Біраз жүріп, ойын жинақтап, енді үйіне кіре бергенде Жеңісті көріп қалады. Жеңіс үй жаққа жақындағанша күтіп тұрды. Екеуі сол жерде амандасып, содан басқа аулаға отыруға кетті. Ол жерге жеткенше Ақмаржан қазір не айтамын, қалай кешірім сұраймын, не деп бастаймын деген сұрақтар ойынан кетпеді.
Екеуі біраз әңгімелесіп, ананы мынаны айтып күліп отырды. Бір кезде Ақмаржан Жеңіске: "Сізге айтар сөзім бар еді. Мен сізді ессіз сүйемін, сізді ойлай беремін. Көрсеткен қиыншылықтарым мен қылықтарым үшін сізден кешірім сұраймын", деді де үнсіз отыра берді. Жеңіс Ақмаржанға не сенерін, не сенбесін білмей үн қатпады. Тек айтқаны: "Шын ба? Сен мені қашаннан сүйесің? Көп болды ма?" деп айтты. Ақмаржан оған махаббат айтып келмейді. "Мен тіпті сізге қалайша ғашық болып қалғанымды мүлдем байқамай қалыппын. Сіз менің ойымнан бір сәт кетпедіңіз. Сізді сүйетінімді уақыт келе білдім. Бұған жалғыз сіз емес, мен өзім де таң қалып жүрмін. Сондықтан мені кешіріңіз. Сіздің алдыңызда кінәлімін. Мен сізді сүйемін. Енді сізден айырылғым келмейді. Қайтадан қосылуға қалай қарайсыз?" дегенде Жеңіс не айтарын білмей қалың ойға батып кетті. Біраз ойланып: "Иә, сені кешіремін, қайта қосылайық", деп айтты. Ақмаржан бұны естісімен қатты қуанды. Ақмаржан бұл өмірде менен бақытты адам жоқ шығар деп қуанышы қойнына сыймай Жеңісті құшақтап тұра берді. Жеңіс сәлден соң Ақмаржанды үйіне кіргізіп, өзі үйіне қайта берді. Ақмаржан өте бақытты еді. Бұл жайлы дос егіз, дұшпан сегіз демекші жан құрбыларына айтып қуанып отырды. Адамды асылы асқақ нәрсеге сезім сүйрейді, ерлікті де ақыл емес сезім жасатады дегендей, сондай бір алапат сезім Ақмаржанның бойын биледі. Күндер білдірместен өте берді, ал Ақмаржанның сағынышы әлі де басылар емес. Ақмаржан күткен хабар әлі де болмады, ал сағынышы күннен күнге басылар емес, қатты қиналып кетті. Ойында тек Жеңіс қана. Тұрса да, жатса да соның тілеуін тілеп жүреді. Осымен қалайша айлар өткенін байқамай да қалыпты. Жеңіс әне-міне хабарласады деген үмітпен жүргенде көп уақыт болып та қалыпты. Бұрынғы қылықтарын күнде есіне алып, көзіне жас толады. Сол кез оның ең бақытты шағы екеніне енді ғана көзі жеткен еді. Ол қатты өкінеді. Әттен сол бір бақытты кездерді қайта қайтарса ғой деп бір армандайды. Жеңістен қаншама кешірім сұраса да, оның сезімі бұрынғыша болмайтынына көзі анық жетті. Бірақ соған қарамастан, Ақмаржан да үмітін еш үзер емес. Ол мені сүйсе келеді, қайтып оралады деумен өзін алдап жүргелі қай заман. Байқұс қыз тіпті не істерін білмейді. Оны тағы да жиі көре бастады. Оны көргенде шығып қал сұрасуға Ақмаржан батар емес. Қыз басымен жігіттен кешірім сұрап, алдына өзі барып еді. Жеңіс оны еш елемеген секілді. Бір рет сынған нәрсе екінші рет қайта орнына келмес деген шын ғой. Сол секілді ол да Ақмаржанға сенбейді. Ол қыз әбден сенімінен шығып кеткен. Ал бұны Ақмаржан кеш түсінді. Сонда да оны сүйемін деп қояр емес. Оған деген сезімі күннен күнге үлкейе бастады. Бәрі бұрынғы қалпына келмейді. Алдағы уақытта ұмытсам ба деп те ойлайды. Бірақ сезім шіркін ойына қосылмайды. Әттен, оны осылай қатты сүймесем, бұлай сағыныштан сарғайып отырмас едім. Оны осыншама көп еске алып, күнде жылап сықтамас едім деп қиналады. Сонда да әлі достарының алдында мәз мейрам болып жүреді. Сол баяғы Ақмаржан болып көрінгісі келеді. Қазіргі заманда оның мұңын кім түсінер дейсіз? Оны құрбысына айтқаннан өмірі өзгеріп, ойлағаны орындала қалмайды. Сезбеймін десем сезім бар, көрмеймін десем көзім бар. Махаббат деген сол бір биік жар. Шығар оған тек қана барлық қиыншылықты бастан бірге өткерген, қол ұстасқан, еш айырылыспаған, бір-біріне сенімен қараған екі жас. Бірақ сондай адамды, яғни қолына қонған бақ құсын ұшырып алғанына қатты өкінеді. Іштей қанжылады, бірақ онысын ешкімге білдірмейді. Осымен Ақмаржан бәрін жаңадан бастауға ұйғарды. Ешкім танымастай өзін өзгертті, көңілін көтерді. Ендігі кезде мені сүйген адам өзі келеді. Мен бір рет сүйем деп сол жігіттің алдына қыз басымен барып едім. Оны да елемеп еді.
Мен де оны солай байқамай жүрем деген шешімге келді. Бірақ соншалықты ашу ызасына қарамастан ол жеңісті шын жүрегімен сүйеді екен. Ал жеңіс оған ендігі кезде ешқашан қайтып келмес. Себебі бір рет сенімінен шыққан қыз қатесін түзей алмас. Оның сезіміне қайта кіру, бұрынғы махаббатын ояту үшін біраз жылдар керек ау шамасы. Ақмаржан өте көңілсіз. Неге мен әрдайым қиыншылықтарға толы сағынышқа батып жүремін деп көз жас толып жылады да отырды. Оның ішкі жан дүниесін сезініп, түсініп жатқан бір жан жоқ. Біртіндеп үміті үзілер. Қазіргі кезде ол тек болашағын ойлап жүр. Жеңісті есінен шығарғанына біраз қуанды. Болашақтағы жұмысын, оқуын ойлап, махаббатқа орын қалмады десе де болады. Сөйтіп, күндер өте берді. Кешке таман Ақмаржан шай ішіп отырып, терезеге көз қырын сала бергенде жеңісті көріп қалады. Ол не істерін білмей, аяқ-қолдары дірілдеп, қайда барарын білмей, шығайын десе бата алмады. Себебі қыз басымен кешірім сұрадым. Ендігі кезде артынан жүгіруім қалып еді маған. Менде де намыс бар ғой деумен есікті ашып сөйлесуге бата алмады. Оны көріп қайтадан бұрынғы ойға кенеттен батып кетті ғой. Бейшара бойжеткен, қайтсын енді. Өмірден тағы да түңіле бастады. Оның күнделікті айтатын сөзі: Құдайым-ау, жеңісті ұмытуға бір өзің күш қуатыңды бере көр, мені бұлай қинамашы деумен жылайды. Алғаш танысқан күндері есіне түссе, мен қандай бақытты болғанмын жеңіспен, бірақ сол бақытты бағаламаппын дейді. Шынымен де жеңіс Ақмаржанды қарату үшін, мендік ету үшін, бақытты қылу үшін қолынан келгенін істеді. Бәріне де барды. Содан бері қаншама жыл өтті. Ақмаржан енді оянды. Оның махаббаты да, алапат сезімі де бірте-бірте өзімен бірге ояна бастады.